Есіктің қоңырауы 2 рет соғылды. Жауап берер алдында терең тыныстап алдым. Жан дүнием алай-дүлей. Бұл күнді күткеніме бірнеше апта болды. Есікті ашсам, ол тұр. Үстінде ашық түсті жібек көйлек, шашын еркін жайып жіберіпті. Көзқарасы анық, бірақ ішінде алапат сезімдердің арпалысы бар еді. Сәлем деді жай ғана. Кел дедім үндемей, есікті кеңірек ашып. Ол ішке енді. Төрге озды. Мен артынан есікті жаптым. Бәрі тым тыныш, тым дұрыс емес секілді. Бірақ осы үнсіздік бізге керегі еді. Ол менің досымның келіні. Иә, мен оны алғаш көрген күннен-ақ жүрегімде әлдебір қозғау болды. Сол кезде бұл жай қызығушылық деп ойладым. Бірақ уақыт өте келе бұл сезім маған тыныштық бермей қойды. Мен оны аңсадым. Ол да менің көзқарасымды сезді. Білсем де мойындамасқа тырыстым. Бірақ енді бәрі кеш сияқты. Шай ішесің бе? Дедім асүйге қарай беттеп. Жоқ, шай үшін келмедім деді ол артымнан. Даусында діріл бар. Бірақ бұл діріл қорқыныш емес, шешім қабылдаған адамның ішкі дүмпуі еді. Мен бұрылдым. Ол маған тура қарап тұр. Көздері жасқа толы, бірақ беті қатулы. Білесің бе, мен сен туралы көп ойландым деді ол. Ұйықтарда, таңертең оянғанда, тіпті күйеуіммен отырғанда да. Мен үнсіз тыңдап тұрдым. Сен маған ұнадың. Басынан-ақ. Бірақ мен бәрін тоқтатуға тырыстым. Ал сен болсаң үнемі көз алдымда болдың. Көзқарасың. Сөздерің бәрі мені тарта берді. Мен де дедім. Мен де саған қарап тұрып, өзімді тоқтата алмадым. Бір сәт үнсіздік орнады. Ол жақындады. Екеуіміздің ара қашықтығымыз санаулы сантиметрге дейін қысқарды. Егер бүгін бәрі болса, ертең ұмытамыз ба? Жоқ дедім. Ұмыта алмаймыз. Бірақ бүгін бізге тиесілі. Ол мені құшақтады. Бұл құшақ ешқандай достықты немесе жанашырлықты білдірмеді. Бұл басылған құмарлықтың оянған сәті еді. Ерніміз бір-бірін тапты. Алғашқы сүйіс ұзаққа созылды. Екеуіміз де бұл сәтті баяғыдан күткен едік. Оның демі мойныма тиіп, денем қалтырап кетті. Мен оның белінен ұстадым. Ол менің мойныма оралды. Көйлектің түймелері баяу ашылып жатты. Әрқайсысы бір шектеуден босату секілді. Теріге тері тиді. Жүрек дүрсілі анық естіледі. Уақыт тоқтап қалғандай. Бөлмеге кірдік. Жарық өшірілген. Тек көше шамдарының әлсіз жарығы ғана еденге түсіп тұр. Ол төсекке жайғасты. Мен оның қасына барып, жай ғана жанында жаттым. Қолымды оның шашына салдым. Ол көзін жұмып демін ішке тартты. Жүрегіміздің соғысы бірігіп кеткендей. Қорықпайсың ба? Деді ол сыбырмен. Қорықпаймын, себебі бұл сезім өтірік емес дедім. Ол көзін ашып, маған бұрылды. Еріндеріміз тағы да түйісті. Бұл жолы құмарлықпен. Оның қолдары арқаммен жүріп өтті. Мен де оның денесін баяу сипадым. Әр жанасу тұтанған от секілді еді. Бөлме ішінде үнсіздік. Бірақ бұл үнсіздіктің ішінде мыңдаған сезім бар. Ол менің үстімде жатты. Көзіміз түйісіп тұр. Екеуімізде демімізді ішке тартып, бір сәтке тоқтадық. Тоқтайық па? Деді ол. Кеш дедім. Біз әлдеқашан шекарадан өттік. Ол басын изеді. Мен оның бетінен сүйдім. Бұл сәт ешкімге тиесілі емес. Бұл сәт тек бізге ғана. Бәрі аяқталған соң ол үнсіз киінді. Мен де. Екеуіміз де көзімізбен сөйлестік. Сөз айту артық еді. Мен ертең қайтадан келін болам. Сен досыңның жанында жүретін адам боласың деді ол есік алдында. Иә, бірақ бүгін біз екеуміз ғана болдық дедім. Ол шықты. Есікті жай жаптым. Екеуміз де қателестік пе? Бәлкім, бірақ жүрекке бұйрық жүрмейді. Біз шындықтан қаштық. Бірақ сезімнен қаша алмадық.